Сәлем достар, қалайсыздар? Жаңа жылды аман есен өткізіп алып, демалыс күні ішім пісіп, не жасасам болады деп, осындай керемет Испания мемлекетінің десертін жасадым. Ол үшін бар болғаны бізге су, сары май, тұз, қант қажет. Бәрін жақсылап араластырып, отқа қоямыз. Осылай сары майымыз ерігеннен кейін үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осындай біркелкі масса шыққаннан кейін үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Осындай масса дайын болды. Енді бұны біз кондитерский мешокқа салып, қызып тұрған майымызға екі жағын жақсылап пісіріп аламыз. Қызартып пісіріп аласыз. Мінекей, біздің чурос дайын. Енді біз қант пен корицаны араластырып, видеода көрсетілгендей екі жағына чуросты аунатып алатын боламыз. Достар, бұл десертті шоколадпен берсеңіздер, шоколадпен ұсынсаңыздар өте керемет. Бір жасайсыздар, өздеріңізге қатты ұнайды деген ойдамын. Сіздерге ас болсын.